Сәлем достар, сіздермен бүгін булочкилердің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ әрі көтеріліп пісетін булочкилердің рецепті өте дәмді әрі оңай жасалатын болады. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп ыдысымызға суымызды, сүтімізді, барлық керек заттарымызды құйып алатын боламыз. Мен барлығын описанияға жазып кетемін, сол жақтан қарап көрсеңіздер болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себептен комментария бөлімінде сіздерді күтетін боламын. Ойларыңызды жазып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Барлық сұйықтығымызды осылай араластырып аламыз да. Одан кейін үй температурасындағы сары майымызды саламыз. Сұйық майдан азғантай құйып, жақсылап араластырып алып, ситадан өтілген, електен өтілген ұнымызды саламыз, қантымызды қосамыз. Одан кейін ситадан өтілген ұнымызды 2-3 бөлікке салып, жақсылап отырып қамыр илейтін боламыз. Басы біріккенше жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Осылайынан жұмсақ болып тұрады. Одан кейін ұн салып және қамырымыздың басы біріккенше қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей бізде уже қамырымыз дайын болып қалды. Осы қамырдың үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап жан-жағына жағамыз да бетін жауып көтерілуге қойып қоятын боламыз. 1 сағатта қамырымыз көтеріліп шығады. Қараңыздаршы, біздің қамырымыз қалай ұлғайып көтерілген. Барлығын осылайынан шығарып аламыз да, домалақ күлше тәріздес қылып бөліп алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып. Осылайынан зуалы жасайтын боламыз. Кішкентай қылып бөлшектерге бөліп, осылайынан қойып қоятын боламыз. 10-15 минут тындырып қоятын боламыз күлшелерімізді. Сол кезде бізге жұмыс жасауға өте ыңғайлы болады. 15 минуттан кейін алып, осылайынан ұн сеуіп отырып, зуалаларымызды жайып алатын боламыз. Жұқа қылып жаятын боламыз. Көтерілгенде бізде тұндырып қойған кезде қатты көтерілетін болады. Сол үшін осылайынан жұқа етіп жайып, мен арасына начинка салдым. Творог пен қантты араластырып қойдым да, соны салдым. Сіздер өрік, сгущенное молоко, үйлеріңізде не бар, тосап, посада салып істей берсеңіздер болады. Мен осылай творогты салып, осылайынан түйіп алдым. Өте әдемі әрі оңай түйілетін булочкилердің бірі. Барлығын осылайынан жайып, булочкаларымыздың барын жайып алатын боламыз да, түйіп, ішіне начинкамызды салып, дайындап алатын боламыз. Мінекей дайын болған булочкаларымызды осылай бәрін салып алып, және мен бұны 20 минутқа бетін жауып, тұндырып қойып қойдым. Көтерілу үшін бізде булочкаларымыз осындай көтеріліп тұрған булочкамыздың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Барлығын бірдей қылып, тигізіп, жан-жағына тигізіп, жағып алатын боламыз. Мінекей бізде осындай сұлулық шықты. Қараңыздаршы, қалай көтеріліп шыққан. Бізге ас болсын.